Сәлеметсіздер ме балалар? Бұл видеода 5-ші сынып бойынша 3-ші тоқсандағы БЖБ жұмысының бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші есепте сандарды өсу ретімен жазыңыз дейді. Ондық бөлшектерді ең бірінші бүтін бөлігіне қараймыз. Бәріне қарасақ, бәрінде де бірдей екен, бүтін бөлігі 4 деп. Яғни, енді бөлшек үтірден кейінгі ондықтағы сандарды қараймыз. Яғни, үтірден кейінгі барлық сандарды қарап шығамыз. Сонда, бізде 0 дегендер кіші болып тұр. Енді одан кейін қалай салыстырамыз? Енді үтірден кейінгі екінші сандарды қараймыз. Қараңыздар, мына екеуі біріншісін, осы екеуін қараймыз да. Осы екеуін қарайтын болсақ, қайсысы кіші? Бірінші сандар үтірден кейін 0 болды. Екінші саны мына бөлшекте тағы да 0 болып тұр. Сондықтан ең кішісі осы болады. 4,1000-6 болады кішісі. Содан соң жаңағы ең бірінші тұрған 4,100-1 болады. Енді әрі қарай қарайтын болсақ, яғни мынаны біз жазып тастадық, сызып тастайын. Енді 3 ондық бөлшек қалды. Үтірден кейінгі енді кішісі болып тұрған мынау 4,14. 4,14. Так, енді қалып тұрғаны бізде, сызып тастайын, 4,145 және 4,1405. Үтірден кейінгі бірінші сандары екеуінде де 4. Енді екінші сандарын қараймыз. Мұнда 5 болып тұр, мұнда 0 болып тұр. Яғни бізде мынау кіші болып тұр деген сөз. Сонда 4,1405 кіші болады. Содан соң барып 4,145 болады. Мұна көбі шатыстырады. Мысалы, үтірден кейінгі сандарды салыстырып қояды да, бүйтіп былай ойлайды. 405, мысалы, 45-тен үлкен дейді де, мынау үлкен деп ойлап қалады. Мысалы, мынау үлкен деп ойлап қалады. Бірақ негізінде ол кіші болады. Себебі үтірден кейінгі сандарды салыстырамыз. Бірінші екеуінде де 4 тұр, сосын келесі 0 тұр, мұнда 5 тұр. Яғни 0 кіші болғандықтан, уже бұл бөлшегіміз, ондық бөлшегіміз, мұна 4,145-тен кіші болып кетті деген сөз. Жақсы. Енді екінші есепті қарайық. 47,162-ні көбейтеміз 0,1-ге. Сіздер білесіздер, 0,1-ге көбейтетін болсақ, ондық бөлшекке 10-1 түрінде болатын болса, онда мына үтіріміз солға қарай бір санға жылжитын еді. Яғни бірден оны есептемей-ақ, көбейтпей-ақ бағамдап бірден жазып кете аламыз. Яғни 4,762 шығады екен. Бұл бізде асы. Енді бұны қарайық. 1,5-ді көбейтеміз 4,187-ге. Бұндай ондық бөлшектерді бағамдап көбейтесіздер. Осы астына көбейтуге болады. Мысалы 4,187-ні бірінші жазайық. Көбейтеміз 1,5-ге. Көбейтуде үтірге назар аудармай көбейте береміз. 7,5 35 3 ойда, 8,5 40 ойдағымен 43 4 ойда уже, 5,4 20 ойдағымен 24. Бірді көбейтіп шығамыз. Бірді 7-ге өтсек 7, 8, 4. Енді қосамыз. 5, 0, 1 ойда, 12 ойдағымен 13, 1 ойда, 6 ойдағымен 7 болады. Енді үтірін қарайтын болсақ, мына жерде ондық бөлшектегі үтірден кейінгі сандардың саны қанша? 8, 7, 5, 3 ол. Яғни соңынан 3 саннан кейін үтірді қоямыз. Сонда бізде 7,305 шығады. С есебі 2,9-ді бөлеміз 0,101-ге. Так, егер көбейтетін болсақ, бұл жерде үтірі солға қарай жылжитын еді, алға қарай жылжитын еді. Енді мына жерде бөлу болса, үтірді оңға қарай 2 санға жылжытамыз. Яғни 29 бір сан, содан кейін жетіспей тұрған 0 санын өзіміз тіркеп қоямыз. Яғни сонда бізде 290 шығады екен. Келесі Д есебін қарайық. 0,10-ны біз 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлетін болсақ, мына үтір, яғни солға қарай 2 санға жылжиды деген сөз. Қараңыздар, 1 0-ге жылжыды, тағы жылжиды, 0-ді қосып жібереміз. Сонда бізде былай болады екен 0,006. Яғни 0,1006. Келесі Е есебін қарайық. 0,1376-ны біз бөлеміз 2,135-ге. Тең болады. Ол үшін кәдімгідей бұрыштап бөлеміз. 0,1376-ны бөлеміз 2,135-ге. Ондық бөлшекке бөлгенде, мына бөлгіштің үтірін 10 санға жылжытамыз.
сонына дейін, яғни неше санға жылжыттық? 2 санға жылжыттық. Яғни мына жерде бөлінгіштінде үтірін 2 санға жылжытамыз. Енді 37,6-ны біз 235-ке бөлгендей бөлеміз. Так, қараңыздар, 37 235-ке бөлінбейді, сондықтан 0-ден береміз. Бұл жерде 0-ды азайтып тастау керек болады. Сол кезде бізде 37 түседі де, мына жоғарыдағы алтыны түсіре қоямыз. Енді мына үтірін қойып тастап, 376-ны 235-ке бөлгенде бөлейік. Бірден келеді. Яғни 376-ны 235-ке бөлсек 1 болады. Қалдығын жазайық. Мұнда 1, 4, 1. Яғни 141 шығады екен. 141-дің қасына 0-ді тіркеп аламыз. 1410-ды енді 235-ке бөлсек, бізде 6-дан келетін сияқты. Қазір тексерейік. 6 5-ін 0, 3 ойда. 6 3-ін 18 ойдағымен 21 2 ойда. Енді 6 2-ім 12 ойдағымен, жаңа 2 ойдағымен 14 болады. Сонда бізде 0,116 шығады екен. Келесі үшінші есеп арақашықтық беріліп тұр. Арақашықтықты біз S деп белгілейміз, 28,9 километр деп. Бір уақытта қарама-қарсы бағытта 2 велосипедші шықты дейді. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы берілген. Жылдамдықты мына түрде белгілейміз. Ол 13,6 километр сағат. Екінші велосипедшінің жылдамдығы дейді. Бірінші велосипедшінің жылдамдығының 10-нан 7-сін құрайды. Яғни 13,6-ны біз 10-нан 7-ге көбейтеміз ғой, 10-нан 7-сін құрайды десе, сондай километр сағат құрайды. Оны қазір есептеуге болады. 2 велосипедші неше сағаттан кейін кездеседі? Яғни бізге уақытты табу керек болып тұр. Шешуін жазайық. Бірінші біз мына екінші жылдамдықты, екінші велосипедшінің жылдамдығын тауып алуымыз керек. Біз 13,6-ны біз көбейту керек. Біз 10-нан 7-ге тең болады. Мына ондық бөлшегімізді жай бөлшек түріне аударып жазып алсақ, немесе екеуін де ондық бөлшек түріне айналдырып, бағандап көбейтейік. 13,6 көбейтілген 0,7 деп есептеп көрейік. Яғни астына бағандап көбейтеміз. 6 7-ім 42, 4 ойда да, 7 3-ім 21 ойдағымен 25, 2 ойда, 7 1-ім 7 ойдағымен 9. Так, енді 0-ді де солай көбейтіп шығамыз. Қосатын болсақ, 2 5 9 0. Үтірін санап шығамыз. Сонынан бастап 2 санынан кейін үтір қойылады екен. Яғни 9,52 шығады. Мына жерде 9,52 шығады. Бізге 2 велосипедшінің де жылдамдығын тауып алу керек болады. Ол үшін 13,6-ға қосамыз 9,52-ні. Ол тең болады. Бағандап қосайық тағыда 13,6-ға біз қосуымыз керек. Бүтіннің астында қосуда бүтінді, үтірдің астына үтірді жазамыз. Жетіспеген жерде 0-ді қосып жібереміз. Сонынан бастап қосайық. 0-ге 2-ні қосамыз 2, 6-ға 5-ті қосамыз 11, 1 ойда. Мына екеуін қоссақ 12, ойдағымен 13 тағы 1 ойда. Сонда 23,12 шығады екен. Енді не істейміз ары қарай? Уақытты табу үшін уақыттың формуласы. Қашықтықты біз жылдамдыққа бөлетін едік. Яғни бізде қашықтық дегеніміз белгілі 28,9 екені. Ал жылдамдығымыз, жаңа екеуін қосып алдық, екінші амалда 23,12-ке бөлеміз. Тең болады. Бұл жерде енді бұрыштап бөлу керек. Бұрыштап бөлейік. 28,9-ды біз бөлеміз 23,12-ге. Енді бөлгіштің үтірін жылжытамыз сонына дейін, яғни бізде 2 санға жылжыды. Мұнан да 2 санға жылжытамыз. Мұнда 1 сан және 0-ді қосып жібереміз. 2890-ды 2312-ке бөлген сияқты бөлеміз. Бірден келеді, 2890-нан 2312-ні алып тастаймыз. Сонда мұнда 8 болады. Мынау 1 санына кеміп қалды. 8-ден 1-ді азайтсақ 7, 5, 578. 578-ді енді 2312-ке бөлсек, үтір қойып жүріп, мына жерге 0-ді қосамыз. 5780-ді бөлеміз. 2-ден келеді екен. Сонына 4, 2, 6, 4. Мұнда 6 болады. 5, 1,
1. Енді соңына тағы бір 0-ді қосып жібереміз де 2312 бөлетін болсақ, мына жерде 5-тен келеді. 0 бір ойда 5 6 болады, 15 бір ойда 5-ті 2-ге бөлсек 10, ойдағыны 11. Сонда шығады екен бізде 1,125 уақытымыз. Сонда жауабы 1,125 сағат шығады екен. Назарларыңызға рахмет. Екінші нұсқа қажет болса, осы видеоның астына пікірге қалдырыңыздар. Жақын арада, яғни ертең түсіретін боламын.